Қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз жетістікке жетудің құпиясы жайында әңгімелейтін боламыз. Жалпылама жетістікке жетудің сыры неде? Енді кезінде ақш-та Уильям Ослер есімді атақты профессор өмір сүрген екен. Және де Уильям Ослердің жалпылама өмірін өзгерткен 17 сөзден тұратын сөйлем екен. Әрине, ол 17 сөзден тұратын сөйлемді қазір видеоның соңында сіздерге міндетті түрде оқитын боламын. Және де сол Уильям Ослер Йель университетінде студенттерге арнап былай деген болатын. Енді Дейл Карнегидің кітабынан сол Уильям Ослердің студенттерге арнап сөйлеген сөзіне мән берейікші. Адамдар мен сияқты профессорлардың миы басқалардан ерекше жұмыс істейді деп есептейді. Бірақ бұл қате пікір дейді ол. Шынында да профессордың бойында ерекше қабілет жоқ еді. Оны төңірегіндегі ет жақындары да жақсы білетін. Сонда қарапайым адамның мұндай жетістікке жетуінің сыры неде? Ол мұның сыры бүгінгі күнмен өмір сүру деп түсіндірді. Яғни бүгініңді басқа күндерден ерекшелеп алып, бөліп қарау. Өздеріңді бір уақыт шеңберінде, яғни осы сәтпен өмір сүруге тәрбиелеңдер. Бүгінгі күн өткен шақ пен ертеңгі өмірден бөлек, саңылаусыз темір-есікпен бекітілген уақыт болуы керек. Енді бұл жерде мән беретін жайт мына нәрседе болып отыр. Енді қараңыздаршы. Алайда доктор Ослер бізге ертеңгі күнге ешқандай дайындықтың керегі жоқ. Оған күш салмай қойыңдар демейді. Оның сөзінің астарында болашағыңды қамтамасыз етудің ең дұрыс жолы барлық күш-жігерің мен қарым-қабілетіңді бүгінгі жұмысыңды үздіксіз орындауға жұмсау деген ой жатыр. Расымен де біз көбісіміз бұрынғы өткен шаққа байланып қаламыз. Яғни біз егерде солай өмір сүретін болсақ, біз ешқашан болашаққа дұрыс қадам баса алмаймыз. Уильям Ослердің де айтқаны осы болатын. Бірақ Уильям Ослердің өмірін не өзгертуі мүмкін деген заңды түрдегі сауал туындайды. Енді Уильям Ослердің өмірін өзгерткен 17 сөзге тоқталайық. Біздің басты міндетіміз бұлыңғыр болашаққа көз тігу емес, дәл қазір көз алдымызда көрініп тұрған бағытта жүруді бастау. Қараңыздаршы, қандай тамаша сөйлем. Тағы да мән берейікші. Біздің басты міндетіміз бұлыңғыр болашаққа көз тігу емес, дәл қазір көз алдымызда көрініп тұрған бағытта жүруді бастау. Ал сіз бұл сөзді қалай түсіндіңіз? Міндетті түрде дәл осы сөйлемді қалай түсінгендеріңізді комментарийға жазып кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.